Алғашқы өлең бірінші класста жазғаным есімде. Ол кезде тақырыптар белгілі ғой, енді тақпақ деңгейіндегі болғаннан кейін мектеп туралы жазғаным. Анау бір шумағы ғана есімде қалыпты, 5 шумақ жаздым ба. Мектебім, менің мектебім, өзіңде өніп көктедім, тәрбиемен білім ап, елге қызмет ет дедің деген секілді. Енді бұған ешкім сын айтпайды шығар, өйткені сол уақыттағы балалық өлең. Сол есіме түсетін арай шабыттандырған кісілер болды. Ой, бәрекелді дегеннен кейін содан бастап тоқтамай көп тақырыпта жаздық қой. Отан туралы, ана туралы деп. Өзімнің сыныптастарым, мұғалімдерім, мектепшілік шараларда топтың аты, топтың ұраны деген нәрселерге өлеңді көп жазатын. Бір нем ата-анама көрсеткен жоқпын. Көрсетуде тығылып жазатын. Тығылып жазып кеп мектепте ғана соны жариялап. Артынан кейін бір жиналыстарда ата-аналар жиналысына келген кезде сіздің балаңыз осындай бірдеңе шимайлап жүр, жазып жүр. Мінекей мындай өлең бар деген кезде, "Ей, сен өлең жазады екенсің ғой" деп. Әкемнің өзі ұстаздардан кейін естіген. Содан 30 классасын болды. Соның 30-ның атына ұйқасыз деп солардың мінезін келтіріп, сөйтіп бастадық қой өлең. Мен өзі бала кезімнен байқалған шығар, сол шығарманы бүкіл кластасының ішінде жақсы жазып, көзге түсіп, ол кезде шығарманың басын бір шумақпен бастайсың, ортасын жазып барып, соңын нүктесінде сол бір шумақ өлеңмен аяқтайсың. Содан кейін артынан мен өлеңдерімді сұратып алып, қазақ тілі әдебиетінің мұғалімдері оқып, сосын Бейімбет Жақанұлы деген кісі мысалы айтатын, олай шұбалтып жаза беру міндетті емес, нәуру керек емес, шумақтарды алып тастасаң, одан өлең қасиетін жоймайды. Қысқа жазуға, сол өлеңді қысқа жазып, бүкіл ойыңды соған сыйдыруға тырыссаң, жаман болмайсың деп сондай алғашқы бағдар берген. Ал енді айтады ғой, ақындардың ешқашан ұстазы болмайды деп. Жол көрсетуші ғана болады. Сондай жол көрсетуші сол мектептегі мұғалімдер болды. Аудандық газетке жарияланды. Одан кейін Қостанай таңына жарияланды. Қостанай таңында ол кезде облыстық газетке өлең шығу дейтін үлкен бір тоймен барап нәрсетін. Өзім ошақта жүргенде, ауылдас кісілер газетті құшақтап кеп, қайырлы болсын айтады екен әкеме. Әкем бір тойға бергісіз жақсы соны атап өтеді екен де. Мен барған кезде, Жандос ақын келді деп, өзімше бір ауылда бір сондай. Ол да барлығы да адамды қанаттандыратын, ары қарай өлең жаза түсуге, іздене түсуге итермелейтін сондай бір жақсы нәрселер болды. Мен 5-ші класста біздің ауданда жыл сайын дәстүрлі түрде ұлылар үндестігі дейтін байқау өтетін. Ол жерде тек қана ақындар емес, суретшілер, сосын домбыра тартатындар, күй шығаратын, сондай талапты оқушылардың сайысы. Сонда бір не алғаным бар, сый-кәде дейді ғой, сувенир сияқты бірдеңе алғаным. Соның өзі маған үлкен марапат болып көрінді. Одан кейін кәдімгі ақшалай алғаным осы бірінші курсқа түскен кезде облыстық тәуелсіздік тәуетері киім дейтін, атайтып тұрғандай бір мүшәйра өтті. Сонда бас жүлде алып 2006 жыл бірінші рет 15.000 теңге қолыма алып, бірде аш, бірде тоқ, бірде бар, бірде жоқ болып жүрген студент үшін ол үлкен ақша болып көрінді. Сонда есімнен қалмайтын. Алғашқы кітап дегенде мен өкінішке қарай әлі күнге дейін кітап шығарған жоқпын. Ол да қазір кітап шығару қиын нәрсе емес қой, материалдық жағына келген кезде. Бірақ мен осы нәрсеге аса мән бермейтін ақындардың біреуі екенмін. Шығарайын десең, сол кітапқа керекті
нағыз керекті өлең әлі жазылмаған сияқты. Осы өлең, сол өлең жазылғаннан кейін бір жота шығарам деп сөйтіп жүре беріппін да біраз жерге келіп қалыппыз. Негізі бір кітаптың салмағын көтеретіндей Құдайға шүкір өлеңдер бар ғой. Енді болашақта бұл түзелетін не шығар, кемшілік шығар. Сол манаған айтып кеткендей, сол жаңағы қысқа жазу, сосын екіншісі ұйқасқа қатты мән беремін ғой, ұйқастан қате кетпеу керек деген секілді. Перфекционист деймін. Соны не істейді, сен кейде ұйқасқа қатты мән беріп кетесің да, сосын қалай олай соны сыйдыру үшін кейбір қисынсыз бірдеңелерді жазып кетесің деген секілді алғашқысында айтылған. Оны жаңағы студент кезімізде Ақылбек Шаяхметов ағамыз, Серікбай Оспанов, Нұрбат Мешітбаев, Абылай Моданов деген ағаларымыз сөйтіп не істейтін кез келген адамда алғашқы махаббаты болады ғой. Бәрімізде болды. Сол ауылда 3-ші класс оқып жүрген кезде бір көрші қыз болған, сары қыз. Соған жаңағы есік алдына шығып айта салатын нәрсені айта алмай, хат жазып жіберіп, інімді жүгіріп жіберіп, жаңағы хатты апарып бер деп, одан жауап келгенше не істеп, сөйтіп сондай алғашқы біреуді қызды жақсы көру дейтін сезім бәріміздің басымыздан өткен. Қазір енді мен өзім үйлендім, ол кісі тұрмыс құрды. Қазір соны не істейміз, күліп қана еске аламыз, дос ретінде сыйласамыз ғой. Дегенмен әрбір адамның жүрегінде сондай бір періште махаббат қалу керек. Сол алғашқы сондай бір халді басынан кешіргенін ешқашан ұмытылмайды екен. Менің өлеңдерім аударылған жоқ ешқандай тілге. Бірақ мынау бізде Әбдірахман Досып деген марқұм ағамыз болған. Осы қостанайлық ақындардың өлеңдерін орысша аударып тұратын. Сол өмірінің соңғы жылдарында осы жастардың өлеңдерін аударғым келеді. Жинап бер дегесін, бізде мынау өлеңді аударуға болады ғой деп мен бірнеше өлең жібергем. Өкінішке қарай ондай бақытты көре алмады, өйткені өзіңнің өлеңіңді басқа тілде оқу деген бәрібір қызық қой. Сондай күткен. Ал енді өзімде тиіп қашып болса да өзіме ұнаған нелерді, ақындарды аударуға талпынып тұрам. Кезінде Тагордан бір-екеу аудардым. Насыр Шиваза дейтін бір ақын бар, шығыстың ақыны. Содан аударғаным бар. Осын Әл-Махари дейтін тоже менің сериал ақын. Сонында бір-екі өлеңін аударғаным бар. Әлде де жоспарларым бар, сондай бір қолдан келіп атса, мүмкіндік болып атса, әлде де сол аудара түсем бе деп. Ал енді болашақта өлеңім басқа тілге аударылып атса, жақсы нәрсе ғой. Кезінде оқушы кезімізде 8-ші наурыз сайын ол кезде бір Торғайдың бір түкпіріндегі бір ауылда тұратын адам болғаннан кейін, ол жақта гүлде ештеңе де жоқ, сол дүкенге барып, қауырсын гүл сатып алып, қасына бір шумақ өлең параққа жазып, соны қыстырып барып сөйтіп сыйлайтынбыз. Сол нәрсе көп шықпайды екен сыртқа. Тіпті мынау Қостанайдың, Қазақстанның қаншама облысына әлі бармаппын. Сол осы Қазақстанда тұрып отыр. Сондықтан да мен ондай керемет осындай жерге барып, осындай қызықты оқиға өтті деп айтарлықтай ондай не есте жоқ екен. Жиі айтып жүрсем де, соны орындауға мен ешкім қолын байлап тұрған жоқ қой. Сонда да тауды көргім келді деп, әлі күнге дейін сол тауды тірідей көрмеген адам екен. Бәлкім ондай тауды көрсең, мүмкін шабыт берер ме еді, басқа бір сілкініс, басқа бір үлкен халді басынан кешірер ме едің деген сияқты ойлаймын. Енді ол düзи салу оңай нәрсе ғой. Сол соңғы уақытта ойлап жүрмін, анау біреудің сөзі бар еді. Адам өлетін кезде екі-ақ нәрсе үшін өкінеді екен. Біреуі лайықты деңгейде көбірек сапарламадым, көбірек жақсы көрмедім деп. Сондай бір өкінішке ұрынбау үшін осы нәрсені түзеу керек. Мен көргім келетін, Құдайға шүкір Қазақстанда керемет жерлер көп қой. Сол осы тұрмыстың құлы болып жүре бермей,
осындай бір нәрсені болашақта аралап шығамыз деген ойдамын. Бірінші рет сол 2007 жылы көрдім. Қостанай, Арқалық, Көкшетаудан басқа ешқайда бармаппын. Соны Елордаға барған кезде бәрібір ол кезде оқушы кезімізде Елордаға бармай тұрып жаңағы ой кереметсің, Елорда еліміздің ордасы деп әсем ғимарат, зәулім деп өлең жазғанмен әлі олай өлең жазу бір бөлек, көзіңмен көру басқа бір бөлек нәрсе. Барған кезде шынымен де сезінесің, көз алдында жайнап өсіп жатқан үлкен қаланы көрген кезде шынымен де бір алғашқы барған кезде үлкен әсермен оралғаным бар. Ол туралы жазатын өлеңдердің өзі де жаңағы несі мазмұны басқаша тереңдей бастады, үлкейе бастады деген секілді. Бұл тәуелсіздіктің басты символдарының бір реті болғаннан кейін барғың келіп тұратын, көргің келіп тұратын қалалардың біреуі біздің мақтаныш, төрткүл әлемге төрелік айтатын біздің басты ордамыз. Сондықтан да Астана туралы, Астанаға деген көзқарас әрқашан жақсы әсер қалдыратындай бір қала ғой. Бәрінің барғысы келетін, арманын орындауға баратын жер.